сол киім алу дегенді өлтіреміз енді. 582 мыңға киім алатыр. Нет, подождите, там еще штанов нет. Да ну. Вот так. 667 тысяч, да? Да, это тройка, 2 футболки и обувь. Шабай қараш. Қалайсыңдар? В общем, неге айтыңдар? Осы именно мынандай дәу жігіттер 43-41 размер кисе сразу кеп қалады да. Біздікі неге өмір аяқ киім складта болады? Айтшы, сол сұраққа жауап бересің. Сен 41 ма қанша? 43. Сразу пайда болып қалады. 43 это для мужчины самый ходовой размер. Самый ходовой. Ал, құтты болсын. Мен стилист болып жүрмін соңғы кезде. Өзімнің ұнайтын магазиндеріме апарып, киіндіріп, нантамен киіндірген тұғым. Екі жарым удача. Мынаның бәрін сатып алды енді. Енді кино болып тұр екен енді. Тұр. Істей ма, істемей ма? Өлең айтады, бір күңіренген көз басында бір өлең айтады, жататын атмосфера болып тұр екен. Өздерің естіп жатсыңдар. Достар, сіздер білесіздер. Костюм шалбарын киіп келді. Қалайсыз, Айгүл? Көңілге. Сіз қалай ойлайсыз? Ер адам мен әйел адамның материалдық жағдайы сәйкес келмесе, сәйкесінше қыздікі көбірек болса, қыз бай болса, байдың қызы болса? Негізі мынандай сөз бар ғой, қыз жоқшылыққа сыналады, әйел жоқшылыққа сыналады, еркек башылыққа сыналады дейді. Сол үшін мен негізінде именно әйелдің жағдайы жақсы болып жігіттікі жаман болса, вероятность көп, то что екеуі қосылғаннан кейін жігіттің жағдайы жақсарғаннан кейін өзгеріп кетуіне вероятность көп. Сол үшін ал наоборот әйелі жақсы жағдай жақсы бола тұра онша емес семьяға түсіп қалса, и тоже вероятность көп әйелдің қалай айтсам болады, жаңағындай тастап кетуіне не істеуіне себеп ол жақсы жағдайда үйреніп қалғанда. Сол үшін әйелдер комфортқа тез үйренеді, ал еркектер комфортты көтере алмай қалады. Әлішердің көңілге бүгін жақсы ма? Не дейсіз, не айтасыз? Не дейм? Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан. Нақын менің. Рахмет халқым. Ойбай, бәрекелді. Мен айтып жатырмын, әйел мен ер адамның жол отырсыз ба? Жаурап кеттім бар ғой. Мен білмегендей сұрайыншы, мына сыртыңыздағы киім өзіңіз көрсіз ғой? Енді жаурап отқан көрді. Неге жаламаш өндірсізді? Сіздің неге киіміңіз жоқ деп па? Көрінмей тұр бізге. Бүгін көңілге болмай отыр. Ашулы болып отырған сияқтысыз. Ашулы? Иә. Жоқ, жақсы, просто дағына бір жайды ойлап кетіппін да. Құдайым. Сіз қалай ойлайсыз, ер адам мен әйел адамның ара қатынастағы материалдық деңгейі тең болмаса, қыздікі жоғары болса? Қыздікі жоғары болса, нормально негізі. Ата-анасы қарсы болған жағдайда ше, ол жігітке? Қыздың ата-анасы жігітке қарсы. Иә, енді жағдайы жігіттің онша емес. Солай болады екен. Мынандай сияқты жігіттің соны түсінетін ақылы болса, керісінше сол нәрсені минусты плюсқа шығара білетін қабілеті болса, ата-анасы иә дейінші.